Ассалаумағалейкум, қайырлы күн құрметті достар. Алла қаласа бүгін ұбт-тан жаңа бір тест талдау бастайтын боламыз. География. 10 сұрақ 2022 жылғы нұсқа. Жалпы жаңа тест базасы. Бірінші сұрағымыз жер бедерінің формаларынан атауы дейді. Жалпы жауаптары хороним, гидроним, урбаноним, ароним де. Жалпы бұл бізде географияның алғашқы салаларының бірі, яғни топономика, яғни атаулардың. Жалпы не үшін олай аталды? Жалпы өзіңіздің қарапайым атауыңыздың, есіміңіздің қойылу себебі бар секілді, кез келген судың, оттың, немесе жердің, қаланың қойылу себептері және атауларына байланысты түсініктер қалыптасқан. Енді осы бір түсініктер бізде географияда кез келген салада қолданады. Ол суға байланысты болсын, жерге байланысты болсын. Енді қарайық, әрбір терминге жеке-жеке түсінік береміз, және де осыдан кейін жауапты табамыз. Ең біріншісі хороним. Хороним нақты шекарасы бар кез келген аумақтың жалқы атауы. Яғни мысал ретінде Ақсу-Жабағалы, Ақсу өзені, Ақсу және Жабағалы деген жабағы жүн деген атауынан мысалға. Қараой зоологиялық қорықшасы. Қара ойдан, қара аласа жерден тұрады деген секілді. Ой деген ойыс деген. Одан кейін Ақту бозашты немесе зоологиялық қорықшасы. Ақтау не бозашты түбегінен ашық сұр жусанды деген, алтын емел, алтын бел деген мағына, Баянауыл, Баян руының қонысы деген, Бурабай, яғни бура, яғни түйе сөзінен шыққан, яғни түйелі деген секілді қылып. Немесе Қарқаралы, Сайрам, Өген, яғни бұл хороним дейміз, нақты шекарасы бар, яғни географиялық хоронимдер, яғни табиғи бір ландшафттың облыстың атауы. Сарыарқа, Балқаш, Тауыл деген секілді. Екіншісі бізде жалпы табиғи хоронимдер мынандай атау берген. Бұны скриншот жасауымыздың себебі осыған байланысты, мысалға Тянь-Шань сөзіне байланысты ұбт-та бір сұрақ келді. Қытай тіліне аударғанда қандай мағына береді деген. Аспанмен шектесетін тау, тұран, түркілер елі, сосын тарбағатай, моңғол тіліне аударғанда суырлы тау. Осыған байланысты сұрақтар болды. Жақсы. Бұл жалпы елтану және саяси география негізінде берілген хоронимдер. Жалпы гидроним. Гидроним гидро, яғни грек тіліне аударғанда су, аноним, яғни атау деген секілді нәрсені береді. Сәйкесінше бізде әрбір су объектісінің жалпы есімі. Қаракөл, Каспий, Арал, Балқаш, Жайсан, Алакөл, Теңіз, Қарасор не үшін олай аталды енді көрсетеді. Мысал ретінде Каспий сол уақытта өмір сүрген Каспий дейтін тайпа өмір сүрді, сәйкесінше соған қарай аталды деген секілді ғой. Енді қарайық. Одан кейін бізде урбаноним, яғни латынша урбанус қала, урбанизация дейтін түсініктер бар. Ол мысалға урбандалу деңгейі, урбандалу көрсеткіші дейтін нәрселер. Енді урбаним, яғни бір сөзбен қаланың ішкі нысандарының атаулары. Жалпы атаулы қызметі немесе ақпарат қызметі қарай екі негізгі функцияны атқарады. Және жалпы мысал ретінде қала ішіндегі кез келген көше атаулары болсын, жалпы қаладағы кез келген объекттің атаулары осы урбаноним болады. Және соңғысы ароним. Жалпы ароним дегеніміз топонимиканың бір түрі. Жазып қойған, міне закономерность возникания, развития и функции ароним изучает аронимика. Яғни ол бізде мысал ретінде оқып қарасақ болады. Собственно название любой объекты рельефа земной поверхности, яғни жер бетінің кез келген жоғары жатқан рельеф туралы түсінікті беретін ол бізде аронимдер. Мысал ретінде тау, таулы жота, төбелер деген секілді. Жалпы олардың атауларына байланысты, яғни белгілі бір тауда сұрақтың берілген осылай жер бедері формалары атаулары бізде аронимдер болады екен. Түсінікті. Рельефтерге байланысты ғылым түрі осы ароним. Екінші сұраққа көшейік. Екінші сұрақ бізде елді мекен атауларын зерттейтін топонимика саласы. Айконимдер, аронимдер, хоронимдер, урбанонимдер. Енді былай қарасаң сұрақтар өте шатастыратындай болып келеді. Жақсы, аронимдерді алып тастаймыз. Неліктен? Ол біз мұны айтып кеттік. Рельефтерге байланысты, жер бедеріне байланысты атаулар. Айконим. Топонимиканың түрі, яғни кез келген елді мекеннің жалпы есімі. Жалпы елді мекеннің жалпы есімі, жалпы оны бөліп көрсеткен. Айконим, антропонимдер, Сәтбаев, Сирия, яғни адам атымен аталғандар, мәдени, діни, мысалға Түркістан, Петропавл, яғни Петропавл дегеніміз Петр және Павл деген екі адамның қосындысы деген секілді. Айконимдер ішінде ерекше орын алатын совет өкіметі кеңестік дәуірінде туындаған елді мекен атаулары дейді. Жалпы бұл елді мекен атауларының жаратылыстану географиялық сипатта немесе мәдени тарихи сипаттағы болуы.
Одан кейін айконimдер мысалы Алматы, Алмалы, Ақтөбе, Ақтау, Көкшетау, Қостанай деген қазақ батырынан атына ай жалғауын қорғаған дейді қостан деген. Жалпы бұл нәрсені скриншот жасап алыңдар, себебі ең маңызды ережелерін түртіп жазып алу керек. Жалпы енді бір сөзін айтқан кезде қалған сөздерді біз тоқталды. Елді мекен атауларын зерттейтін топонимика саласы негізінде айконимдер болған екен, сәйкесінше. Енді харонимдер туралы да, урбаним туралы, ароним туралы осыған дейін қарастырдық. Енді одан кейін ежелгі платформа тақтасы дейді. Жалпы мынау өте оңай сұрақ. Егер картаны түсіне алсаңыздар, Тұран, Торғай, Шығыс Еуропа, Қазақ қалқан дейді. Бізде жалпы түсінік болу керек. Қандай? Жалпы біздерде жер бетінің географиясын өткен кезде, әсіресе Қазақстанның, осы кезде осы дүниелерді өтеміз. Платформалар, тақталар деген секілді. Платформа дегеніміз қозғалмайтын тегіс бөлігі, ал сейсмикалық аймақтар үнемі тау көтеру процестер жүретін. Енді қарайық, бұл жерде мына сарымен беріліп тұрған аймақтар көп тұстар, олар бізде үнемі тау түзілу процестер жүріп жатқан аймақтар. Сәйкесінше бұл жерлерде әлі күнге дейін процестер болады, және бұл платформа емес. Ал енді платформа бізде тұрақтанған аймақтар. Сәйкесінше бізде платформалар міне Тұран тақтасы бар, Шығыс Еуропа және Батыс Сібір деген секілді. Енді қарайық. Мына жерде сандықпен белгілеп қойған біріншісі дегенде ежелгі деген. Аслында жауабын жазып қойды, міне Шығыс Еуропа платформасы деп. Ал одан кейін екіншісіне жас деген Еуразиялық платформа, жас платформа Тұран. Одан кейін Батыс Сібір. Көріп тұрғандарыңызда енді ежелгі платформа тақтасы деп Шығыс Еуропа деп атайтылып тұрғандай дұрыс жауабы С болады екен. Жалпы осындай. Одан кейін ұшақ арқылы жер бедерін бақылау әдісі. Ұшақ деп атайтып тұр. Сәйкесінше бұл сұрақтың жауабы өте оңай. Аэрофото түсірілім болады. Аэро дегеніміз, қарап көрейік. Аэро немесе әуедегі сурет қолдау болып табылады. Фотосуреттер ұшақтан немесе басқа ұшатын заттан алынады. Бұл ұшақ болуы мүмкін, тікұшақ болуы мүмкін, ұшатын аппарат немесе дрондардан түсірілуі мүмкін деген секілді. Ал енді мына радиолокациялық деген сигнал арқылы жіберу, сканерлік деген сканерлеу арқылы деген секілді. Спектралды дейтін айналмалы әдіс деген. Жақсы. Одан кейін тұрақты дамудың маңызды аспектісі: машина жасау, ғарышты игеру, қоршаған ортаны сақтау, шикізатты экспортқа шығару. Енді тұрақты дамудың қандай түрлері бар және ол қандай принциптерге жүйеленеді? Ол жердегі барлық тіршілік иелерін сақтау және оның қамқорлығын алу, тіршілік сапасын көтеру, экожүйелерді сақтау, өміршеңдік қылу. Қайта қалпына келетін ресурстар, олар бізде шикізаттар ғой, олардың сарқылуын алдын алу. Одан кейін экожүйенің сыйымдылық мөлшерін мүмкіндігінше пайдалану, адам санасын және оның мінез-құлқын, стереотиптерін өзгерту, әлеуметтік даму, әлемдік деңгейде іс-әрекет бірлігіне жету деген жауаптар бар. Енді мына жерде машина жасауда, ғарышты игеру және шикізат экспортқа шығару, олар бізде тұрақты дамудың маңызды аспектісі емес, бізге тұрақты дамудың маңызды аспектісі ол қоршаған ортаны сақтау. Енді геосфераның химиялық ластану түріне жатады. Қараңыздар, бактериологиялық ластану, улы газдар, вирус ластану, эстетикалық ластану, бұлардың бәрі ластану типтері, бірақ именно осы жерде бізде химиялық ластану дейтін түрін сұрап жатыр. Енді химиялық дегеннен кейін түсінікті, химиялық әрекеттер әсерінен болу заңдылық. Сәйкесінше химиялық ластану ол қоршаған ортада табиғи және антропогенді немесе тіршілік ортада болып жатқан физикалық, химиялық процестердің зиянды улы заттардың пайда болып жатқан. Сәйкесінше улы газ дегеніміз осыған келеді. Жалпы даму жоғары елдерде соңғы 2-3 жылдықта қолданылған шараларға байланысты қоршаған ортаның химиялық ластану 2-ші орынға түсіп, 1-ші орынға радиоактивті ластану шығып отыр дейді. Біздің елімізде қоршаған ортаның химиялық ластану қаупі әлі де жоғары болып тұр. Енді химия ең лас өнеркәсіп болып табылады, білесіздер. Қалдықсыз болғанымен ең лас өнеркәсіп. Жақсы, бізде демек дұрыс жауап улы газдар екен. Өндірістік сала үлесі азайып, қызмет көрсету саласы артқан елдердің шаруашылық кезеңі. Сәйкесінше мына жерде қараңыздар, өндірістік сала бір заттарды өндіруі азаяды, бірақ қызмет көрсету салалары артады. Мысалы ретінде мемлекеттік қызмет көрсету, білім саласы болсын деген секілді, мәдениет, медицина деген секілді салалар. Жалпы қараңыздар, аграрлы, индустриалды, постиндустриалды, индустриалға дейін деген бүкілі шаруашылық кезеңдер. Сәйкесінше
осы кезеңдерде өзіне тән шаруашылық түрі болып отырды және осы нәрсемен халықтар айналысты. Сәйкесінше аграрлы деген сөз ол бізде агроөнеркәсіпке негіз қояды және мал егіндік шаруашылықтары негізгі акцентке қойылады. Жақсы тоқталайық. Біздерде біріншісі ғылыми жетістіктерді белсенді пайдалану және білікті жұмыспен қамтылған халықтың үлесінің артуы индустриалды қоғамды аграрлық қоғамнан ажырататын негізгі аспект болып табылады. Сәйкесінше индустриалды қоғам ол бізде белсенді және білікті жұмыспен қамтылған халықтың үлесі артуы. Сосын қазіргі уақытта бірқатар елдерде экономика индустрияландыруға емес, ауыл шаруашылық қызметіне негізделген, алайда мұндай мемлекеттерде шынымен дамыған және экономика тұрғыдан табысты деп атауға болмайды дейді. Енді аграрлы мемлекеттерді білеміз ғой, сәйкесінше оларда табыс көзі тұрақты емес. Постиндустриалды елдер, бұларды қараңыздар, айтады. Өндірістің қызмет көрсетудің білімнің жекелендірілуі, яғни индивидтендірілуі, біз айтқан кезде бүкіл әлем біртұтас көп арналы ақпараттық жүйенің қалыптасуы, ақпараттың білімнің өзінің дамыту рөлінің бірден артуы. Жалпы бұл Сингапур, Жапония секілді мемлекеттерге тән, жақсы білім алған, нашар білімді көзқарасқа ауысуы жатады дейді. Яғни бүгінгі сұрақтың өндіріс сала үлесі азайып, қызмет көрсету саласын артқан елдерге осы постиндустриалдық елдер жатады. Енді қарайық, аграрлы қоғам, ауыл шаруашылығы істеп еткен қоғам, жалпы осындай дамуын индустрия дейін саты. Сәйкесінше мына индустрия дейін аграрлы қоғам өте бір қатты айырмашылық жоқ, себебі ауыл шаруашылық істеп еткен қоғам мен индустрия дейінгі сатысы екеуі бірдей. Жалпы енді осы жерде артық мәлімет, өздеріңіз үшін керек мәліметтерді жазып аларсыздар. Ең алғашқы ежелгі Мысырда пайда болған және де қазіргі индустриялы постиндустриялық қоғамдарда қарама-қайшы қолданылатын дәстүрлі, артта қалған, консервативті, жабық еркіндігі жоқ қоғам ретінде санайды дейді. Бір айтқан кезде кезіндегі кеңестік социалистік республика аграрлық индустриалды ел болуға талпынған. Табиғи газға бай тмд елі Эстония, Латвия, Түркменстан, Иран. Өте оңай жауаптарды 3 жауапты сызып бересіз. Эстония, Латвия, Иранды және Түркменстанды бір ғана жауап ретінде қалдырасыз және сіз осы сұрақтың дұрыс жауабын табасыз. тмд елдері көріп тұрғаныңыздай Ресей, Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Азербайжан, Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қазақстан деген секілді мемлекеттер кіреді. Қазір соңғы геосаяси ахуалдарға байланысты Украина тараптан НАТО-ға кіруге ниетті екенін білдіріп жатыр. Жалпы мемлекеттік бюджет кірісінің қомақты бөлігін Түркменстанда мұнай мен газ құрайды екен. Жалпы жерінің 80% мұнай мен газ бар. Менделеев кестесінде элементтердің бүкіл кезеді, бүкіл дегенде осы пайдалы қазбалар келседі. Осы уақытқа дейін 144 кен орны табылған. Осының 40-қа жуығын игерілуде. Газдың болжамды қоры 21-23 триллион метр, ал мұнайдікі 12 миллиард тоннаға жуық делінеді. Демек, бізде Түркменстан Республикасы. Жалпы астанасы Ашхабад, ондай қатты бір соңғы уақытта мынандай бір жағдаят болады Түркменстанда. Дұрыс айтқан кезде жабық саясатты ұстануға деген ниеттері бар секілді. Геосаяси қауіпсіздіктің нысаны, яғни геосаяси дегеніміз гео жер болса саясат, яғни біз білетін басқару формалары деген секілді. Яғни осы орналасқан жердегі ең қауіпсіз болып табылатын қайсысы? Ел ішінде және аймақшылық қауіп қатерінің қалыптасуы, жауапын тастай беріңіздер. Мемлекет аралық қарама-қайшылықтың пайда болуы, сәйкесінше ол да бізде қарама-қайшылық деген сөздерді көрсеңіз сызып тастай беріңіз. Ел ішінде экономикалық жағдай нашарлауы, сәйкесінше бізде экономика нашарласа, саяси ахуал да төмендейді. Мемлекет аумағының біртұтастығы, бізде дұрыс жауап, мемлекет аумағының біртұтастығы геосаяси қауіпсіздіктің негізгі нысаны болып табылады. Унитарлы конституциялық монархиялы мемлекет. Біздер бұған дейін қаншама сабақтарды бөліп келе жатырмыз мемлекеттерді. Федерациялы және унитарлы бол. Унитарлы бізде бірақ қана орталықтан басқарылса, федерация әр штат негізінде басқарылады. Үндістан, Ресей, ақш, мысалы федерациялы мемлекеттер болса, Қазақстан, Қырғызстан секілді мемлекеттер біздер унитарлы мемлекетпіз. Және қарай, унитарлы мемлекеттер таптық, және мына жерде Ресей дейтін секілді мемлекеттер сызбастаймыз, себебі олар бізде федерациялы. Енді бұдан кейін ішкі басқару жүйесі бар. Біздер оларды бөлдік, президенттік және монархиялық, то есть президенттік монархиялық деген секілді қылып. Біздер монархияны өзін ішкі бөліп тастадық, абсолютті, теократтық, конституциялық деген секілді. Ал манағы
президенттіктің өзін бөлдік, президенттік және то есть республикалықты бөлдік, республика президенттік және парламенттік деп дегендей қылып. Енді бізде сұрақ былай болып жатыр, унитарлы болу керек және конституциялы болу керек және монархия, конституциялы монархия болу керек. Енді қарайық, жалпы мемлекеттің жүйесі туралы мана ақпараттардың бәрін түсіндіріп кеттім. Франция президенттік типтегі унитарлы республика, сәйкесінше бізде Франция жауабы келмейді екен. Одан кейін Ресей федерациясы, сәйкесінше Ресей де бізде келмейді екен. Жапония конституциялы монархия, иә. Ал Италия бізде орталықтандырылған унитарлы мемлекет екен. Сәйкесінше біздің соңғы дұрыс жауабымыз унитарлы конституциялы монархиялы мемлекет, ол бізде Жапония болмақ екен, иә. Сәйкесінше Жапонияны білеміз ғой. Өте көптеген аралдардан тұрады, ірі 4 арал бар. Тарихи өте күшті орын, және мен жалпы алаш зиялылары үлгі тұтқан орыстарға қарсы соғыста қалай жеңді деген сұраққа туындатқан осы жапондықтар, иә. Әлі күнге дейін конституциялы монархиялы дегеніміз не? Яғни монархтың құқығы конституциямен шектеледі. Ол жақта император, билейтін, мемлекет пен халықтың бірлік көрінісі дейді. Жалпы осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Осымен 10 сұрақты негізгі талдап бітірдік. Сәйкесінше негізгі ақпараттарды, фундаменталды білімді беруге тырыстық. Қайырлы, пайдалы білім болсын. Рамазан айымыз қабыл болсын. Достарыңызбен таратыңыздар. Өздеріңіз үшін еңбектеніңіздер және ұбт-да жақсы бір нәтиже көрсетіңіздер.